Сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы. Денсаулыққа қандай банан пайдалы? Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Бананды жақсы көрмейтін адам кемде-кем шығар. Ол пайдалы, дәмді болумен қатар, басқа жемістерге қарағанда тойымды болады. Көпшілігі дүкен сөрелерінен қанық сары түсті банан іздейді. Ал егер ұзақ уақытқа жарайтындай көп банан ала болсаңыз, оның көк түсін таңдаған абзалырақ. Сіз тұтынатын уақытқа дейін өзі сарғайып, қоңырқайланып, бабына келеді. Ал бананның әр түсті түрі денсаулыққа әртүрлі әсер етеді екен. Жасыл банан. Банан жасыл түсті болса, көпшілігі оны әлі піспеген деп есептеп алғысы келмейді екен. Олар қателеседі. Жасыл түсті банан қант диабетімен ауыратын адамдарға өте пайдалы. Оның құрамында қант өте аз мөлшерде болады. Көк банан жүрек қан тамырлары дертімен күресіп жүргендер үшін де аса пайдалы. Сары банан. Көбіне дүкен сөрелерінен сары бананды кездестіреміз. Ол тағамдық құндылығы аса жоғары. Пайдалы элементтердің қайнар көзі болатын сары түсті банан адам ағзасына таптырмас жеміс. Дақтары бар банан. Бананда қоңырқай дақтар болса, оның да пайдалы түсі мол екен. Ол иммундық жүйені күшейтуге көмектеседі. Мұнымен дақты бананның пайдалы тұсы аяқталмайды. Ол түрлі ісіктермен күресуге қауқарлы. Қоңыр дақтары бар бананды тұтына отырып, онкологиялық ауруларға жол бермейміз. Қоңыр банан. Банан қарайып кетіпті деп, мұндайда көбісі лақтыруға асығады. Керісінше, бұл осы жемістің ең тәтті, нағыз пайдалы шағына жеткен кезі. Ішектерінде ақау бар адамның өзіне басқа түстеріне қарағанда қоңыр бананды қорыту оңай болады. Сүйек пен бұлшық еттердің жетілуіне де осы бананның пайдасы мол. Мұндай бананда крахмалы толықтай қантқа айналады. Қант диабеті бар адамдар абай болған абзал. Дегенмен стресспен күресіп, көңіл күйді көтеруге қабілеті бар. Егер қоңыр банан шірік иісі шыға бастаса, пісуден де арғы деңгейге өтіп кеткені. Яғни енді оны тастай беруге болады. Достар, менің пайдалы кеңестерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.